Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді үлпілдеп тұратын жұп-жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода жаңа жылға ерекше салаттың рецептімен бөлісемін. Осы бауырсақты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы сүтімізге қаймақ немесе айран қосамыз. Одан кейін аштығымызды қосып, сұйық май немесе ерітілген сармай қосып, жылы сүтке қант пен тұзды алдын ала араластырып алдым. Сол жері видеоға түспей қалған. Қолға сәл жабысатын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп қоса бермеңіздер. Илеп болғаннан соң жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды ұн сеуіп, осылай оқтаумен жаямыз. Егер де ұн сепкілеріңіз келмесе, үстелдің үстін тек майлап, қолыңызды майлап, маймен ақ жайсаңыз болады. Бірақ та маған ұн сепкен ыңғайлы, қалыңдығын осылай етіп ойып аламыз. Формасын 4-3 етіп кессеңіздер де болады, мен доңғалатып бөлдім. Қызып тұрған майға, қаттылау отқа осылай екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Оттың асты тым жай болып қалмау керек, өйткені бауырсақ майды сорып, өте майлы болып кетеді. Оттың астын қаттырақ қоямыз. Мінекей біздің үлпілдек жұп-жұмсақ өте дәмді бауырсақтарымыз дайын. YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар, менің каналымның дамуына үлес қосқан боласыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.